Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте ерекше көрінетін, дәмі де ерекше, жасалуы да өте оңай самсаның рецептімен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бөлме температурасындағы жылы суымызға тұз салып, тұзды ерігенше жақсылап араластырамыз. Ұнды алдын ала електен өткізіп дайындап қойдым. Ортасын осылай ашып, енді үстіне жаңағы суымызды құямыз. Ерітілген сары май құямыз. Қолымызбен қамыр илеп шығамыз. Қамыр кішкене қаттылау болып шығады, тұндыруға 20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін етті алып, осылай ұсақтап турап шығамыз. Ыдысқа салып алдым. Енді бір орташа пияз алып, оны да ұсақтап турап шығамыз. Жаңаға етіміздің үстіне қосамыз. Құйрық май немесе іш майдың осындай кішкене бөлігін алып, оны да ұсақтап турап шығамыз. 2 дана картоп алдым, оны да осылай турап аламыз. Бір қызана қосып жіберсеңіздер де болады. Енді араластыру үшін үлкендеу ыдысқа салып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосамыз. Басқа да самсаға арналған бұрыштарды қосуға болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тұндырып қойған қамырымызды алып, алдымен 2 бөлікке бөліп аламыз. Яғни бізде 2 самса шығады. Енді осы бөліктің өзін тағы 2 бөлікке бөліп шығамыз. Яғни бізде 6 бөлік шығады. Бұлар не үшін екенін қазір толық көрсетемін. Қолымызбен барлығын дөңгелектеп шығамыз. Енді ең үлкен қамырымызды алып, жайып аламыз. Орташа қалыңдықта жаю керек. Дайын болған қамырды осындай кесеге, яғни үлкендеу ыдысқа салып аламыз. Ішіне салмасын саламыз. Енді шеткі бөліктерін біріктіріп, жинап шығамыз. Ашылып кетпейтіндей қысып жинау қажет. Сонда салмасы шығып, суы ағып кетпейтін болады. Міне осылай шығады. Енді орташа қамырымызды алып, жайып шығамыз. Оны самсаның астына, яғни кесенің тарелкасы сияқты қоямыз да, шеткі бөліктерін самсаның астына кіргізіп жібереміз. Енді соңғы бөлігін аламыз. Кішкене бөлігін осылай үзіп алып, дөңгелектеп қоямыз. Бұл не үшін екенін қазір соңында көрсетемін. Қалған қамырды қолымызбен лағман тәрізді етіп жайып шығамыз. Бұл самсаның беткі бөлігіндегі ұзорын жасау үшін 2 бөлікке бөліп алып, тағы да жайып аламыз. Енді осылай біріктіріп, орап шығамыз. Осындай ұзор шықты, енді самсаның бетіне орналастырып шығамыз. Енді жаңағы ең кішкентай дөңгелек бөлігін қазанның қақпағы тәріздес етіп қоямыз. Екінші самсаны да дәл осылай жасап шығамыз. Самсаларға жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бір келкетіп жағып аламыз. Сонда қызарып, әдемі болып піседі. Үстіне кунжут себеміз. Пешті алдын ала қыздырып, 180 градусқа 40-45 минутқа қоямыз. Яғни пештің ыңғайына қарай қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын.
дәл өрілген жердің астынан кесіп шығамыз. Дәмі дәл тандыр самсаға ұқсайды, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін және маған тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар.